көл жағаларында бар жерлерде ешқандай заңбұзушылық кездескен жоқ. Бәрі дұрыс деп ойлаймын. Әзірге әлі рейдтеміз. Біз мына Алматы облысы орман және жануарлар дүние салмақтық инспекциясының бас мамандары Баймендиев Қайрат пен мына Орманбеков Нұрлан. Мына Казлес авиаохрана дейді, әуеден орманның өртін қадағалайтын мекеме және Іле Балқаш резерваты бағана жігіттер бірге жүрді. Осы бүкіл Балқаш ауданын Бақанастан бастап Қаройға дейін, Балқаш көліне дейін барып, қасақалыққа қарсы бірлескен іс-шаралар жұмыстарын жүргізіп келдік. Және қазір Алматы облысы бойынша өрт қауіпсіздік маусымы мол уақыт болып жатыр әлі. Соны осы әуеден өрт болған жерлерді қадағалау жұмыстарын жүргізіп келдік. Осы жүргізген іс-шарасы барысында осы Балқаш ауданы аумағында ешқандай табиғат қорғау заңдылығын бұзған фактілер анықталған жоқ.